Қазақтың қара шаңырағы тек бір әулеттің ғана емес, тұтас бір халықтың рухани өзегі, салт дәстүрдің алтын діңгегі. Сол қасиетті ұғымды өз өмірімен, өз болмысымен айшықтап өткен тұлғалардың бірі Бауыржан Момышұлы. Жамбыл өңірінің кең даласында дүниеге келген Бауыржанның балалық шағы ұлттық тәрбие мен тағылымға толы болды. Ол өскен орта ата-бабаның сөзі мен салт үзілмеген, үлкенге құрмет, кішіге ізет сіңген нағыз қазақы шаңырақ еді. Әсіресе оның өмірінде әжесі қыз тумастың орны ерекше болды. Ақ жаулықта әже немересінің жүрегіне имандылық пен қайсарлықтың, адалдық пен намыстың дәнін екті. Бауыржанның сөзімен айтқанда ұшқан ұя оның балалық шағының шежіресі. Сол повесте ол әжесі жайлы тебірене жазып, әрбір айтылған ертегі мен нақыл сөздің астарында үлкен өмірлік мән жатқанын көрсетеді. «Наша семья» деген кітабым ұшқан ұя деп оны қазақша етіп ат қойдым. Оны жазған себебім, орысша айтқанда «Никто из нас с неба не упал» дейді. Қазақшасына ешқайсымыз аспаннан түскен жоқпыз. Сонда қай ұяда болған екен, қай ұядан ұшқан екен деген сөз бар ғой. Әжесі қыз тумастың тәрбиесі арқылы адалдықты, батылдықты, елге деген сүйіспеншілікті бойына сіңірді. Осы шаңырақта өскен Бауыржан намысты биік қойған, тәртіп пен әділетті ту еткен, сөзі мен ісі бір, өр рухты тұлға болып қалыптасты. Оның бойындағы батырлық тек майдан даласындағы ерлік емес, ол рухтың беріктігі, елге деген адалдық, ұлтқа деген сүйіспеншілік. Қара шаңырақтың қасиеті ұрпақ сабақтастығында. Бауыржан Момышұлы да сол дәстүрді жалғап, өз әулетінде ұлттық құндылықтарды сақтап өтті. Оның ұлы Бақытжан әке жолын құрметтеп, әулет абыройын асқақтатты. Келіні Зейнеп қара шаңырақтың отын өшірмей, берекесін кіргізген ибалы келін болды. Алла тағала өзі бар ғой, бір адамды талантты қылып жаратса, жан-жақты қылып жарататын секілді. Осы атаға да барлық нәрсені шектен түсіп, үйіп төгіп берген секілді. Мінезді де, ерлікті де, басқанында дегендей. Қарап тұрсаң, бір басының өзінде қаншама жаңағы өнер бар еді. Ата сурет салатын. Өзінің 3-4 түрлі автопортреті бар, айнаға қарап отырып салған. Әрбір дәптерінің бетінде мысалы салған суреттері бар. Бауыржан атамыздың немересі Ержан Бақытжанұлы Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12 гимназияның түлегі. Мектепті алтын белгімен тәмамдап, әулет абыройын біліммен де, білімімен биіктете түсті. Бұл жай ғана ақыл кеңес емес, біз әкемізбен дос болдық. Шынайы дос болдық. Әке мен баланың достығы өзі ерекше болады екен. Бір жағынан ұстаз, бір жағынан дос, бір жағынан әке. Өте ерекше болатын қарым-қатынасымыз. Біздің талқыламайтын тақырыбымыз жоқ болатын. Жаңаға айтылмайтын әңгімелер жоқ болатын. Тіпті анама айталмайтын, айтпайтын әңгімелерді мен әкем айтатынмын. Ең алғашқы оқырманында мен болатым. Кітап шыққаннан кейін алғаш оқырманы мамам болатын, ал енді қолжазба күйінде бірінші оқитын мен болатым. Бұл қара шаңырақтағы тәрбиенің, білім мен парасаттың сабақтастығының айқын көрінісі. Қазақ үшін қара шаңырақ тек үй емес, ол ұлттың жаны. Бауыржан Момышұлының отбасы сол ұғымның жарқын бейнесі. Әжеден басталған тәрбие, әкеден дарыған ерлік, ұрпаққа жалғасқан білім мен рух бәрі бір арнаға тоғысып, қазақтың мәңгілік болмысын айқындайды.